Білесің бе, мен жақында бір научный теория естігем. Что за научная теория? Біздің ғаламда, біздің әлемге ұқсас, өте көп әлемдер бар. Как бы олар ұқсас, бірақ та олар параллельді. Немене? Ну, короче, қара, мынау біздің әлеміздегі Әли. Сен кім болып жұмыс істейсің? Менеджер по продажам. Бұл Әли менеджер по продажам. Ал бұл параллельді әлемдегі Әли. О, бодибилдер. Немесе фотограф. Ондай әлемдер өте көп, және де біз ондай әлемдерде кез келген адам бола аламыз. Онда бір параллельді әлемде мен супер жұлдызбын, ал сен менің фанатымсың. Ты серьезно? Жоқ, мен сен хейтерім болам. Ал бір параллельді әлемде екеуміз атақты бандиттерміз. Алина, мен сені жақсы көремін. Мен де сені. Шабыт келсе мазалайым, ай, ай, ай. Қағидаңа қарамайым, қайдан. Таптым тосабымды, бақытқа жабымды. Орнықпай басылмайым, ай, 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 ай. Бір күні маған оқ тиіп, месе қолында өліп қаламын. Әли, басқа қыздар қарама. Сен неге өлу керексің? Сен өлмейсің. Мен өлемін. Ал бір параллельді әлемде мен ұлмын. Салам алейкум, сен менің қызымсың. Ал бір әлемде Еркежан, ты подготовила отчет? сен менің бастығымсың. Да, я все подготовила. Хорошо. Алижан, отвечай, зайдете ко мне? Все. Уволен! Отчет қайда? Кім қыз вообще? Чё сидишь? Барып кет парана қызына. Ойлаш. Ал бір параллельді әлемде екеуміз әлі таныс емес шығармыз. Және де екеуміз бір күні көшеде кездесіп қалсақ, сен мен қасымнан жай ғана өте шығарсың. Может, мен ол әлемде басқа бір әдемі қыз табылған шығармын. Саған кім қарайды дейсің? Білесің бе? Егер мен сені сол әлемде көріп қалсам, саған бәрібір ғашық болып қалшы едім. Мысалы, мен бір күні трамвайдың ішіне кіремін, ал сен сонда тұрасың. Маған сенің терезеге қарап ойланып, музыка тыңдап тұрғаның ұнап қалады. Сені сыртыңнан фотоға түсіріп алмақшы болдым. Кейін интернеттен іздеу үшін. Ал мен сені бәрібір байқап қоюшы едім. Алина, ойлаш, екеуміз екінші дүниежүзілік соғыс кезінде өмір сүреміз. Және мен окоптың ішінде отырып саған хат жазып отырмын. Ол бір параллельді әлемде екеуміз үйлендік. Ал сен не қабатсың? Алина, сен басың істей ме? Саған освежитель несі ұнамай ма? Ұнамайды. В смысле ұнамайды? Мама айтқан саған күйеуге шықпасын деп. Сен мен вообще жақсы көрмейсің. Мен екі қабат екенін білесің, қандай освежитель жақсы көретінін де білмейсің. Болды, кетем мен. Мамам айтқан саған күйеуге шықпасын деп. Білесің ғой, мен освежительді жақсы көретінім.
Опять. Болды ма? Сеніп жүрсем болады ғой. Жоқ, Ау. бургер алып келіп бер. Ал бір параллельді әлемде екеуміз 90 жасқа дейін өмір сүріппіз. Көп балаларымыз бен немерелеріміз бар екен. Ау. Бір параллельді әлемде сен әлі тірі шығарсың. Бәлкім бір параллельді әлемде сен әлі тірі шығарсың. Екеуміз қыдырып түнгі өскеменді аралап жүрген шығармыз. Мүмкін тура осы кафеде сен маған қызықсыз анекдоттарыңды айтып отырған шығарсың. Бәлкім бір жерде кино көріп отырмыз. Сен әдеттегідей менің ұйқымда ұйықтап қаласың. Дауысымыз жоқ болса да караокеде айғайлап өлең айтып жүрген шығармыз. Мені суықта тоңдырып миллион рет фотоға түсесің. Ал мен бұрындағыдай саған қарап, сенің көздеріне тыныштық табамын. Бәлкім параллельді әлемде біз әлі бақыт шығармыз. Кешіріңіз, сіз әлі ұзақ отырасыз ба? Біз қазір жабыламыз. Бірақ бұл тек қана параллельді әлем. Параллельді әлем, ғарышқа бізден сәлем. Екеуміз де бітембіз, ойлаған арманға бірге жетерміз. Параллельді әлем, ғарышқа бізден сәлем. Екеуміз де бітембіз, ойлаған арманға бірге